Бұл шоуды тек қана до конца адамдар қарайды. Сен до концасың. Просто подписка бас, лайк бас, комментарий жазып жібер. Чуть-чуть уақыт берем. Істедің бе? Олай болса, біз бастаймыз! На позитиве. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл YouTube желісіндегі до конца шоу. Менің есімім Саламат Жылқыбаев. Бүгін біздің студия жарқырап тұр, жайнап тұр. Неге? Өйткені бізде бүгін свет өте көп. Оны еще одан сайын жарқыратып тұрған біздің сұлу қыздар. Қошеметтеріңіз болсын. Өте әдемі сұлу қыздар. Бізде блогер Анель келіп отыр бүгін бізде. Бүгін Инстаграмда қаншалықты батыл екен тексеретін боламыз. Қаншалықты шынайы блогер екен, қаншалықты көрермендермен тығыз байланыста екен. Және әнші Сесетай. Скромный блогер. Қыздар, қош келдіңіздер. Көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй керемет. Қалай, бәрі жақсы ма? Новый год, жаңа жыл қалай басталып жатыр? 2024-ке деген мақсат, процесс. Жаңа жыл жақсы басталды. Андай, как всегда, жаңа жыл бастағаннан кейін спортпен айналысып, жаңа өмір, жаңа жыл. Мен биыл арықтаймын. Деп үміттенеміз. Деп үміттеніп келатқанымызға міне 5 жыл болып қалды. Қош келдің. Так, әдемі. Сізде қалай көңіл-күй? Менде өте керемет. Енді пока настрой сол қалыпты менде. Енді жұмыс. Блогерлікте ештеңке. Жұмыс. Өзі жақсы болады. Жақсы, шүкір. Подписчиктер көбейіп жатыр. Шүкір. 1 200 000 адамы бар. Неше адам танисың ішінде примерно? Подписчиктердің ба? Бола ма андай тығыз байланысып кеткен адамдар. Өзім подписный адамдарым ғана ғой. Былай болмай ма андай бір подписчик постоянно активно жаза береді. Подарок жібереді. Жоқ, мен өзімнің енді фан аккаунттарым бар. Енді олар күнде подарка жібереді, күнде праздник сайын, Новый год сайын кәдімгі күшті подаркалар жібереді. Блогер оң десем. Сол айтып, блогер болып кетсем ба? Маған подарка бере ме екен, бермей ме екен? Так, маған бермейді шығар. Так, еще раз қош келдіңіздер, қыздар. Давайте былай жасайық. Өмірде қаншалықты до концасыңдар? Всегда до конца ол біздікі. Любой ситуацияда. Мысалы, мынандай адамдар болады. Бізде до конца метр дейтін бар, Біз өзіміздің зерттеуіміз бойынша адамдардың 3 типі бар. Біреуі қоя салшы дейді, любой нәрсеге андай. Бармайды до конца. Жаңағыдай ғой, арықтаймын дейді. Қоя салшы келесі жылы дейді, короче. Қалып қояды. Ондай адамдар біз торымыз дейміз. Екінші нормальный адамдар бар. Баратын жерінде барады до конца ситуацияға, қоятын жерінде қоя салшы дейді, шаршамай қойыншы дейді. Или андайлар бар. Бұл до конца. Бұл кәдімгідей мақсатыма жетпей қоймаймын. Еще көкпеттігін қосып алған кәдімше. Қай типқа жатасыздар? Ситуацияға қарай ғой негізі. Ситуация болады. Өзіңе керек кезде до конца боласың, керек емес кезде қоя салшы дейсің ғой. Нормально, значит, нормально типқа жатады. Сіз? Менде енді до конца сияқты, бірақ та енді арасында еріншіктегім мындай ұстап тұрады, сол үшін де нормальный тоже. Бірақ в основном до конца болып тұр ғой негізі. Мен ұрысқақпын. Ұрысқақ емес негізі, жоқ. Қатты ұрысқақ емеспін. Түрім сондай болып көрінуі мүмкін. Көбісі айтады просто. Сіз айтты. Түрі емес, оның взгляды сондай. Бүйтіп қарайсыз. Стерва взглядым бар. Стерва взглядым. Өмірде барған ситуацияларың до конца? Бір оқиға. Менде негізі НТ тапсыратын кезде өзімнің таңдау пәнім басқа болатын. НТ кезінде мен өзімнің таңдау пәнімді ауыстырып жібердім. Өйткені мен андай грантқа түскім келді. Сондықтан да НТ уақытысында ойлаңыздар, өзім отырмын. Таңдау пәнімді ауыстырып тастадым. Қандай таңдау пән? Архитектурный деген. Негізі мен өмірі ондай сурет салу, ондай сызу дегендерден мен алшақ болатын. Бірақ мен енді өзім таңдау пәнімде туризм болса да қатты андай жақын тартпайтынмын да. Сондықтан да енді маған хотя бы архитектура жарайды деп өзім түсе салдым. Әйтеуір спонтанный решение болды. Ақыры түскеннен кейін енді бәрі өңкей менің группаластарым бәрі суретшілер ғой. Сурет салады, неше түрлі художественный мектепке барған, бір нәрсе барған. Мен болсам бір нулевой класстағы, который болады ғой, сурет сала алмайтын. Андай кругты идеально сала алмайтын адаммын ғой мен былай қарағанда. Сосын курсқа барып, әйтеуір қазір суретші болып кеттім. Сөйтіп бітірдім оқуымды, сол үшін до конца бардым деп ойлаймын. Өзіңнің жаңа қырын ашып, сурет салып, архитектураға грантпен, самый главный, молодец. Бартыр ғой еще мен архитектурныйға грантқа түсіп алдым негізі. Андай бұйырып тұрған нәрсе деп ойлаймын, өйткені өзім дұрыс емес жолға бүйтіп кетіп бара жатқаннан кейін Құдай мені өзінің орнынан алып басқа жерге тура НТ-нің үстінде ауыстырды. НТ уақытысында мен тапсырып жатырмын да. Сосын блогерлік жаңа бартер деп жатсың, қаншалық көмектеседі, бартер көп жерде көмектесе ме? Жоқ, енді оқу ойлаңыз күшті ғой. Оқудың өзі бір жылына 700-800 теңге тұрады. Мен мысалы платныйда оқыдым. Сен де енді подписчик ауысқан. Мүмкіндікті пайдаланып
көрермендеріңізді шақырыңыз. Жоқ, мен уже бітіріп кеттім ол болды. универді, иә. Контракт бітті. Доллар бітті. Иә. Так, жақсы, нормально, әдемі, күшті до конца. Ентінің уақытында өзгеріп жүрді. Архитектор болып кетті. Зато суретші болып кеттім Бартерге қазір. оқып алды, бесплатно, в общем, бесплатно, бәрі тегін. До конца дегенде менде Менікі көк шығынды. менікі мүмкін шығын ғой. До концада менде мынандай история бар. Білмеймін, ол до конца деп айтама, ондай емес па? Кішкентай кезімде мен қатты армандайтынмын, бұрында Disney деген каналдар болатын еді ғой, Jetix. Сол жерде Ханна Монтана деген кино болатын, История Золушки, Селена Гомездар ойнайтын. Соларды қатты қандай көріп тастаған ғой енді. Соларды көріп отырып армандайтын, сондай мюзиклға түскім келетін. Қатты аны, ода өзім представлять еттім, мен сөйтіп өлең айтып жүргенімді, қатты представлять еттім. Содан мен киноға шақырды, жаңағы Сиситайға бас рөлге түстім, ол алғашқы мюзикл болып саналады. Мен түстім, қарадым, сөйтіп жаңа премьерада отырмын ғой. Киноны қарап отырмын, ортасына келген кезде, бірақ миыма жетеді, что мен кішкентай кезіндегі арманым сол. Гомес болып отырмын деп па? Иә, кішігірім Селена Гомес. Анан қараңдар, Селена Гомес жүр деп. Жоқ, қарадым да, шынымен де мен сол арманымның орындалғаны ғой. Оған енді жайдан жай бүйтіп түсе салмайсың, ол қаншама еңбектің арқасында. Ұзақ келген до конца ғой. Иә, енді ол бір 8 жасында армандап, 18 жасында бірақ жетті. 10 жылдық до концаға қошемет деп қойыңыздар. Бұл до конца шоу. Бұл жерде біз танымал жұлдыздардың әлеуметтік желіде қаншалықты батыл екенін тексереміз. Ойын шарты: қонақ таңдаған тапсырмаға байланысты ыңғайсыз, ұятты сторис немесе пост салуы керек. Тапсырма орындалмаған жағдайда тағы 2 таңдау бар. Ол әдеттегідей коктейль немесе құпия тапсырма. Орындалған тапсырмалары арқылы бағдарлама соңында кім до конца, кім батыл екенін анықтаймыз. Так, кім бастайды? Кімнен бастаймыз? Сулифа. Жоқ, мен Сулифа ойнамаймын. Мен жеңіл қылайын, ойнамаймын Сулифа. Кішілерге жол берейік, ойнасын енді. Кеттік, әне бастаймыз, тапсырма. Сосын орындауға тырысамыз. Енді менде выбор жоқ қой, негізі Осының ішінде таңдау. Неше? 6. 6-шы тапсырма. Соңынан бастай салады екен да болсын. Негізі 6, иә. Кедеге мотивация соңынан. Ең қиын сияқты ғой, 6 деген. Жоқ, 6 андай сияқты, мне кажется. Өтірік жаза салам ба или? Не желание тапсам екен? Осы болсын іште. Не тапсырма бере қоя қояды. Оңайы, өте оңай, қиын ештеңесі жоқ. Надеюсь. Сторис түсіру керек болады. Ой, блин, аха. Неге? Ой, блин. Енді не деп енді? Иә. Айтса енді емес. Ең қандай эмоция бересіз. Күшті ғой сторис, ол статистика көтереді. Именно статистика көтеретін стористер ғой бізде еще. Кеттік. Мақырге 4 комнатты үй алып бере алмайтын жігіттер, 4 бөлмелі үй алып бере алмайтын жігіттер маған үйленем деп. Армандарың болмасын деп. Неге? Басың бос. Почему не проверить, да? Жоқ, енді не то, что басым бос енді. Почему бы что? Не проверить. Да, можно же, да? Вдруг. Ты оқыңызшы? Мақырге 4 бөлмелі үй алып бере алмайтын жігіттер мені тұрмысқа алам деп армандамаңдар. Жоқ, ертең қарауға қажет жоқ. На екеуін бірін таңдайын. Неге? Жаңа ол ескертті ғой, мен до конца емеспін, мен нормамын деді. Мен нормамын. Жоқ, не бар ғой, Ақалек дейтін блогер бар ғой, постоянно сұрайды, мақырге не сұрайсың? Иә, менен сұраған кісі. Не айттыңыз? Сол кезде мен былай жауап бергенмін. Негізі жалпы айтқанда, мен ол мақыр деген нәрсе туралы әлі ойланбаппын. Егер де қазір моментально примерно ойланатын болсам, жоқ, андай да маңызды емес, не берсе де, ол өтірік қазір андай маска киіп айтып отыр деп ойламаңыздар. Ең бастысы от души берсе ол. Хоть алтын алқа болсын, хоть любой нәрсе да енді. 4 бөлмелі үй берсеші? Былай енді, ау? Біреу қазір 4 бөлмелі үй берсеші? Берсе аламыз да енді. Неге мүмкіндікті пайдаланбасқа? Почему бы и нет? Неге мүмкіндікті пайдалан? Бірақ ол 4 комнаталық үйді өзі. Бірақ 4 комнаталық үйді мен алғым келмейді мысалы мақырға. Алғысы келсе өзі де ала алады ғой. Бартерге. Жоқ. Все, онда не істейміз? Саламыз, салмаймыз? Жоқ. Екеуін бірін таңдай. Ендеше бізде 2 вариант бар. Бірі коктейль, бірі өте қиын тапсырма. Өте қиын, ол тоже интернетке қатысты ма? Мынау бізде плюс 5. Мынау 5. Мынау 4 с плюсом. А мынаушы интернетке қатысты ма? Жоқ, ол интернетке қатысты емес. Денсаулыққа зиян келетін деп тұр ғой. Бір коктейль іше жүрек. Бір коктейль. Қарным ашып тұр. Қарның ашып тұр. Қайсысын таңдайсыз? Анау ең шеккісі. Нөмірі 4. Нөмірі 4-ші бізде коктейль менюмен танысайық. Нөмір 4. 4-ші менюда бізде не бар? Қияр. Бірақ астында қандай сол? Клубника.
банан. Өте тәтті коктейль шығатын сияқты андай ше. Айтып тұрмын ғой, қарным ашып тұр деп, бәрін ішіп Клубничный коктейль. Ой, болды, смело. Смело ма? Тек мына жерде тек қияр болып тұр ғой. ана жерде бір виноградқа ауыстыра салмай ма? Не интересно. Жайлап бүткіл программаның ережесін өзгертіп тасташы өздері. Бүйтіп жүруге болмай ма? Давай мына жерін бүйтіп жүрейік. Кеттік, олай болса біз коктейль жасауға бастық. Құрметті достар, Анельге деп арнайы ерекше коктейль жасаймыз. Бұл коктейль енді бізде нәзік жан болғаннан кейін өте нәзік коктейль болайын деп тұр. Мынау клубничный коктейль. Андай реакция беріп отырайын ма каждыйына? Клубничный коктейльге қарай қалайсыз? Мынау банан. Это хорошо. Мынау твикс. Ано точно неде ма? Бәрін. Твиксті. Біздің миксер бар ғой. Білгенін істей ма? Любойын. Мына қолдан келсе біреуін салғым келіп тұр мен. Болмай атса, екеуі кетіп қалса, ренжімейміз. Кетіп ренжімейміз. Беріп тұрған нәрсе ғой, неге салмасқа? Мына қияр, енді бұл жердің дәмін бәрі тәтті ғой, жаңа дәмін бүлдірейін деп тұрған тек қана қияр сияқты. Мне кажется, білінбейтін сияқты. Сондықтан мына жерде былай жасайық, біздің бір жақсы жеріміз, бір-бірлеріңізге әріптессіздер, құрбысыздар, қаншалықты жақсы көресіз, біз соншалықты мынадан саламыз. Сіз қаншалықты жақсы көресіз Анельді? Ё-моё, манипуляция. Мен вообще Анельді жақсы көрмеймін. Вообще салдырмай қалсаң. Салмай ақ қой. Қаншалықты? Шынайы кәдімгі Мен шынайы. шынайы айтып тұрмын деп. Мен жек көрем, одан миллион 100 бат, 2 миллион 200, мен оны көре алмайын деп кәдімгі шындығын айтып қойса. Мақұл, қатты жақсы көрем десе. Болдан! Одан қатты жақсы көрем. Біреу қалды ғой сондағы. Все, кеттік, сәттілік, дауыс қатты шығады, қорқып кетпейміз. Тура батыр. Осындай блендер қанша тұрады? 200-300 мың тұрады, блендер. Сен мынау ма? Бартерге алып алсын. Қалай мотор? Позитивті бастап кетеміз. Так, мынау сізге үшін арнайы жасалған ерекше дәмді коктейль. Енді бұны біздің көрермендеріміз білу үшін бәрін құя беріңіз, мен бүткіл проект бойы шығып отыра беретін сияқты. Жоқ, әлі де тапсырмалар бар ғой. Бүткіл коктейль жинауға өтпейді шығар. Жоқ, осы біреуін қалдырып қойдым. Өзі бір кружка. Сіздердің бюджеттеріңіз ладно. Бізге бюджет керек, достар. Бай ағалар, пожалуйста. Сіздерде бартер деген нәрсе жоқ па не мұнда ютубта? Бізді менсімей қалғаншы. Сендерде ютубта бартер деген жоқ па? Кәдімгі тәкаппарланбаңыз. Бізді дамимыз. Жұқты болсын. Аумин. Екеуіңіз пациент болып тұр Сол айтып отыр ғой, мынау да пациент екен. Дайындық қой. Бюджет бар деп. Сіз үшін дайындалған коктейль. Біздің көрермендеріміз көрсін, кіттай түсіріп кәме. АСМР жасай бит. Все? Бір? Давай, сізге сәттілік. Дегустейшн. Дегустейшн, да, блогерлерін. Бүткіл нәрсе қызық қылып бастайды, сонысы мен қызық. Вкусно. Как будто банановый коктейль. Ну, до концаның открытиясы болды, достар. Реально вкусно. Пайдамыз дейді ғой. Постоянно. Тойып қалатын болды ғана, протеиновый не болды ғой коктейль. Ше, ас болсын. Қош келіңіз біздің бағдарламамызға. Мен қиналатын сияқты. Не, реально вкусно, типа, что там? Құрметті достар, егер сіз Анельдің ішкен коктейлін ішкілеріңіз келсе, біздің бағдарламаға лайк басыңыздар. Біз сіздерге айтып береміз. Бұның құпиясы. Қойсаңыз. Керек емес. Анельден сұраңыздар. Анельдің курсында. Мен әлі никогда в жизни курс жасап көрмеймін, осы курстарға арасында марафон қойып тығып жіберетін сияқтымын. Қалай коктейль? Похудению ма? Похудение, ПП. И коктейль. Мен сияқты арық болғаныңыз келсе, генетикасы бұйырады енді. Мен сияқты арық болғаныңыз келсе. Қарным ашып тұрады, күшті болды. Ас болсын. Все, біз жалғастырамыз. Біздің дәмді коктейлімізден ауыз тиген Анель өте керемет көңіл күйде отыр. С собой алып алам. Болды. Жақсы. Құтты болсын. Новый меню ойлап таптық. Жоқ, реально күшті, андай ойлауларыңыз мүмкін, көп нәрсе араласқан, огурцы қалай деп. Огурцының дәмі вообще шықпайды, мүлдем шықпайды. Маған не ашу керек сияқты? Коктейль бар. Кулинария. Все, жалғастырамыз. Кеттік. Таңдаймыз. Таңдау сізде.
Бірінші, ең бірінші. Давай, былай соцсетке қалайсың? Қорықпай сала аласың ба көп нәрсені? сала беретін сияқты. Иә, сондай сияқты. Сен ашық қандай ше, андай. қойшы Жеңіл жеткізе сияқтысың. Жеңіл жеткізе салатын сияқтысың. Ал, хулиган. Ля-ля-ля деп қоймшы. бір жаңағыны айтып біріншісінде қиындарды қояды. Сол қиындардың бірі. Кеттік. Ерекше сторис түсіру керек болады. Болашақ жарым. Неге, как будто реально задумано, да? Ақша жөнінде уайымдамасаң болады. Мамигің болам. Тамақ пісіріп үйде бала бақсаң болды. Смело, смело саласың, нормально. Мен сөйтіп салар едім. Мен сондай бай іздеп жүрмін негізі. Негізі мен по идее сондай бай іздеп жүрмін. Бала бағып, тамақ пісіріп отыратын адам керек. 4 бөлмелі үйді өзім алып берем. қойшы Өзім мамасы болып жүрем. Ойланып көрейін. алло Мансұр деп ойнамайды. О, батыл қыз мақалға табылды. кеттік. Сіз не мені батыл емес деп Жоқ, тұрсыз ба? батылсыз. Мен де салам былай. Мә сен саласың ба? Жоқ, мен уже коктейль ішіп қойдым ғой. Кому как везет. Давайте, сал жіберейік. Ойлан брат енді бірақ. Біртүрлі ғой. Жоқ, несі бір түрлі. Қайттан бір рет оқып жіберетсіз ба? Бір рет оқыңызшы. Қазір не қандай? Дұққын іші болашақ күйеуім. Ештеңе уайымдамай-ақ қой. Мамигің болуға дайынмын. А мамегің деген сөз алып тауылмай ма? Жоқ, енді упор сол жерде ғой. Мамигің болуға дайынмын. Тек тамақ пісіріп бала бағып отырсаң болды. Ой, қойшы ағайында біртүрлі ғой, салмай ақ қойыншы. Задание таңдай. Коктейль ішемін десе. Жоқ, коктейль ішкім келіп тұрған жоқ. Неге сен неге подписчиктерің көрсетші батыл екеніңді? Қойшы олар білмей ақ қойсыншы ба? Қой, біртүрлі ғой. Аналар көріп түсінбей қалар, мынау неғып тұр, құп тұрды. Аяқ асты. Жоқ, қыздар, бұл жерде 1 сағат шыдап тұсау ғой. 1 сағат шыдап тұсау. Жарайды, давайте ана заданиені таңдай. Кәм, андай, Маша Медведь деген Маша ғой. Жоқ, өзіңіз айттыңыз, егер де мынаны орындағыңыз келмесе, онда екеуін таңдасын дедіңіз. Бірақ мынау жақсы вариант еді. Ең оңай ма, типа? Мынау қиыны. Беріңізші соны. Анелден асып түсем в любом случае. Жоқ, асып түспеймін, соны бере салыңызшы. Қайсы? Сол қолыңызбен тап тұрған бере Болды. салыңызшы. 6. Көрейік та енді. Ең оңайы. Шикі вермишельді Асқазанға зиян ететін ба сонда? жеу ғой, иә. Ал, жейік ал. Мә, мына қыздар тамақ ішпей келген бе? Кәдімгіше, маған коктейль, мен қарным ашып тұр, мен шикі вермишель жеймін. Так, мынау до конца қиыны. Біздер до концада тұрмыз. Бұл жер енді коктейльге қарағанда уровень жоғары. Мынау сізге шикі тағам ерекше сметанамен, чтоб оңайырақ болсын деп. Давай. Көрейік ал. Да, бір қасық алшы, бір қасық. Болмай. Алынбайды ғой мынау. Поддержка деген мен болады. Давай, до конца. Чипсы деп ойлашы, родной, чипсы. Чипсы со сметаной. Тістен тіс қалмады ғой. Если что, бізде бартерге стоматология тауып беретін адам бар. Өзіме брекет ладно. Үндемеймін, ештеңе демеймін. Болды. Енді? Бір қошеметтеп қойыңыздар, Сейстай молодец. Өте әдемі сразу. Че, қалай, дәмі қалай? Нормально? Шикі, вермишель жеуге. Тісім ауырып кетті бірақ. Бересіз ба кеңес, бермейсіз ба адамдарға? Бермеймін. Пісіріп жеңіздер. 10 минуттық күтсеңіздер де. Абзал сол дұрыс па? Иә, сол дұрыс екен. Сметана қандай көмек берді ма? Сметана ашып кеткен сияқты ма бір бәле ғой. Айттық қой бізде. Кислинканың дәмі бар. Бірақ негізі біреулер ана роллтон бар ғой, талада жеуші еді ғой. Шикі чипсы соусымен дәмді ғой. Соуспен жеймін оған еще. Иә, анау мен олай жегем просто. Бәсе? Жоқ, ол еще чуть жұмсағырақ болады. Өйткені, как минимум анау, например, макаронды сен 20 минут Екеуіне жек көріпсің да, мен екеуіне жек көрмедім. Макаронды 20 минут или 10 минут қайнатасың ғой, анан 2-3 минутта уже дайын болады. Ол уже более піскен сияқты болады да. Мынаны көрдің ба, бәрін жеп көрген. Эксперт болыпсың ғой. Киткат жеп көрдің ба, мышықтың киткатын? Біздер бала кезімізде жедік андай ше, киргишки сияқты төрінше. Көріңдер деп совет беріп отыр. Ана мысық жейтін нені айтып отырсың? Мен киткат айтып. Мен де сөйтіп ойлап отырмын ғой, киткат деп. Шоколад киткат бар ғой. Киткат. Ой!
киткат дейді. Мысықтарға арналған дейді, мен қойып. Мен жүрген киткатсында маған арналған. Мен не жеп жүрмін? Түсініксіз, непонятный. Көзімнен жасым ағып тіршілік күлемін деп. Көзімнен жас ағып жатыр. Я или қазір келесі задание қандай болады деп уайымдап тұрмын ба? Все, ештеңе уайымдама. Поддержка береміз. Біздің атымызда поддержка бар. Ештеңе уайымдама. Давай. Әдемі қыздар, өте әдемі келатырмыз. Бір коктейль кетті, бір қиын тапсырма кетті. Ендігі таңдау. 5. 5. 6 болды бағана, иә? Енді 5. Араласпаған ғой, походу. Мына жақта 6, мына жақта 5, мына жақта 4 тұр, мына жақта 3, ана 2 тұр. Мә. Бірді алып қойды уже. Арик-марик шарик. Бәрін көріп тастаған ба? Біз қаттандай шуылдап күліп жатқан сияқты. Әдемі, кет. Комментарийде Сонымен мыналар таңдап неғып шақырғансың. Жылтың етіп, бұл неме істеп отыр, мына екеуі. сторис түсіру керек болады. Сіздер комментарий жазатын задание болады. Мысалы, үшеуі примерно комментарий. Иә? Айта беріңіз. Комментарий енді кімге қалай түсіп жатыр ғой бұл жерде ситуация. Біреуге комментарий түседі, біреуге жаңа сторис түседі. Енді сізге қазір данный момент сторис түсіп тұр. Вообще қиын ештеңе жоқ сияқты. Просто айтып жүру керек. Болашақ күйеуім. Осы видеоны сақтап алсаң болады. Біз үйленгеннен кейін міндетті түрде екінші әйел алуға рұқсатын беремін. Жаңа айттың ғой, менікіне салам деп. Салам. Бұл енді басқа жоқ ғой. Мамик болам деген жақсы ма сонда? Иә, чем екінші әйел алғанша. Бәрі бермейсің ғой? Иә? Ну, в плане рұқсат бермейсің ғой дегенім ғой. Иә, енді. Қалай қиттан? Сақтап алсаң болады. Көрсетіп жүрсе. Сен ұмытып кетсең сен. Манипулировать етіп саған соттыға. Ну, ты же говорила. Болды, сторис. Болашақ күйеуім осы видеоны сақтап алсаң болады. Давайте мынаны көрейік. Енді қараңыз, бұл до конца шоу. Мен жұмысым да просто. Кеттік ал. 5. Нөмірі 5. До конца плюс тапсырма. Сіздің тапсырмаңыз піспеген балықты бір тістеу. Піспеген қандай балық? Кәм қызыл балық. Ой, құрсын бізде бюджет бөлінген. Филадельфия жеп жүрміз ғой. Окей. Нормально. Не, суши, да, піспеген. Иә, давайте. Как раз қармаш тұрады, айтын ғой, тойып шығам ғой. Специально осындайларды таңдап отыр. Қыздар, бүгін бізден ужин ішіп кетіп жатыр біздің передачадан. Енді замен болу керек қой. Мен передача айтпаймын. Партырға тамақ жеп кетті андай. До конца шоудан ба, тегін. Все, олай болса, Филадельфи. Дұрыс қой да? Айтыңызшы сіз. Филадельфия. Жиді. Кеттік. Мә, ештеңе айтқан жоқпын, бастап кетті апын. Ана, аш. Баса бер, ас болсын. Бас. До конца. Айнайла қиналып тұрған жоқ қодысы. Артына запивон коктейлінде әкеліп берейін ба? Өзінің сүйікті коктейлі бар. Негізі ереже бойынша бір тістеу керек еді, бұл кісі до конца кетті. Болды? Әдемі. Өзіңе ұнады ма? Болмаса жесайын бәрін, бола береді. Ал давай сәттілік. Молодец. Біздің бағдарлама адамдарды тойдыратын болып шешті. Молодец. Қыздар, таңғалдырудан жалықтырып отқан жоқсыңдар. Сәпсем. Жейтінді жеп, ішетінді ішіп, обалын егер тойдырып отқан жайымыз бар. Сіздің кезегіңіз, не жейсің? Сразу ба? Не ішесің, сразу айтшы. Көрейік. Алып келінен көрейік. 2. Екінші тапсырма. Ашылсын. Крутите барабан. Так, сторис. Ой! Сторис емес нәрсе бар ма? Неге күшті ғой? Давай, бір сторис салып жүреміз. Болашақ жарым демей бастайтын сторис бар ма? Мақыр деп айтпайтын, үйленуге қатысы жоқ. Так, онда не жейсің? Не ішесің десе? Давай, көрейік. Негізі бар. Көрейік та соны. Просто мынандай инстаграммен 1 жылға қоштасқалы тұрмын. Отписка жасай берсеңіздер болады. Мақыл, давайте. Өзі 500 мың. Өзі қайда 500 ақмын, 100 ақмын. 100 ақмын? Ну, шүкір Алла 100 мың подписчигіміз бар, мақыл, сөйтіп айтайық. Ал, давайте. Не деп айтайын? Не деп айтайын? Кетіп батқан кезде 10 адаммен кетіп батса. Не передачаға шақырғансыздар? Қайбай шығарып.
Өзі Достар. 100 000 подписчик. Ту, бір жағаласып. Ойнап айтамын. Одан айырылып қалсаң. деп. Кеттік. Достар, бәріне сәлем. Мен инстаграммен бір жылға қоштасқалы жатырмын. Жайлап подписка жасай берсеңіздер болады. Сол, келесі кездескенше. Нормально ма? Пальтетіп қойшы, сол нормально? Инстаграммен бір жылға қоштасқалы жатырмын. Мынау маска онша емеске қайта түсіресің. Қыздардың сондай несі күшті, маска таңдап. Еще ең қыздардың сторисіне түскен анау ше, өздерін түсіп тұрады ғой, немен, маскамен. Еще сені түсіреді ғой бүйтіп. Маска салып жауып. Қуып кетесің ғой сен, қуып ана жерде ше, кәдімше. Андай болып қаласың, нәзік, андай күшті, кірпігің тізең келіп кетіп. Достар, бәріне сәлем. Мен инстаграмнан бір жылға детокс алып кеткелі жатырмын. Сондықтан да жайлап подписка жасай берсеңіздер болады. Келген кезде қайттан подписка жасайсыздар ғой. Сол, келесі кездескенше. Сәлем, мен инстаграмнан бір жылға детокс алып кеткелі жатырмын. Сондықтан да жайлап подписка жасай берсеңіздер болады. Келген кезде қайттан подписка жасайсыздар ғой. Сол, келесі кездескенше. Достар, бәріне сәлем, мен инстаграмнан Соң андай болып тұр кәдімше. кеткелі жатырмын. Осылай қойса бола ма? Хотя бы жыртылып тұрған. Жоқ. Просто серьезно сал жүрек та. Серьезно бағдарлама ғой. Шоу. Достар, бәріне сәлем, мен Результат берейін мамам екен. көріп мә. Не деп атсың өзі? Мама наоборот қолдай ма? Наоборот мұсын неңді сторис. Конечно, қолдайды ғой. 2 күн сторис санасам, қайдасың деп. Стористен кімнің қайда екенін, не істеп жүргенін қазір данный момент бәрін біліп отыр. Көбісі демалыста жүр. Таиландта. Көре алмай Көре жатсың. алмайды. Біз бәріміз соны көре алмай отырмыз. Все, әдемі сторис салынды, бір қошеметтеп қойларыңызға болады, құрметті достар. Көптей үзіндіні пайдаланып, қыздар стористерін толтырып тастады, коллаждарға түсіріп алды. Давай тастаймыз, шоуға ораламыз. Молодец. Бірінші сторисіміз баршамызға да құтты болсын. +5, значит, Сесетай алда. Кеттік, көрейік. Екеуі де сторис па? 4, айттым ғой, 6, 5, 4. 1, 2 кәсінде 3 болады. Күшті андай есепке жақсы екенімізді. Архитектормын ғой. Бартерге оқыған. Так, сонымен сізге сторис түсіру керек болады. Хорошо, это понятно. Уже неме түсінікті ма? Иә. Былай жазу керек. Если честно, жасы 35-тен асқан, 40-қа жақындаған, ақыл тоқтатқан жігітке тұрмысқа шықсам деген ойым бар. Мақыл жарайды, давайте. Ақыры шығар жібердік па? Ақыры шығар жібердік осы. Шыққым келе ма или болады ма? Шыққым келеді. Шыққым келеді. Ауындар өтініш түссе. Өзінің арманы болсашы. Қумаш. Қанша? 35-40 па? Или көтереміз. 50-60 па или? Негізі қазір ойланып отырмын да. Если честно, 40-30 жастағы бір ер кісі болса жақсы болар еді. Сондай бір күйеуге бір жақсы бір жағдай бар, біреуге шыққым келеді. Все? Еще хуже қосып беріңіз. Күшті аранжировать етіп жібердің кәдімгідей. Үстіне. Пиқу. Күйеуге бір жақсы бір жағдай бар, біреуге Аузым ашылып қапты ғой. Жағдай деген кезде Апа, серьезно айтып тұр ғой. Если честно, 40-30 жастағы. Анау жазып жатырмын. Жазуға болмайды. Күліп жатырмын ғой. Неге күлмей ақ қойшы? Аборт андай. Бүйтіп сал жейсің мынандайды. Мынандайды сал жейсің. Мынандай мен сердечко. Қызыл жүрек. Сосын шалды. Шалдың Қасына ақша. Сосын ақша, сосын үй. И так-то мен қосып бердім, ақша қызық болсын деп, бірақ енді Ана смайлик келмейді, ана смайлик келмейді. мақұл алып тастаймын да, сосын Бір сол жерге. шығып кеткен прыщигім қалай екенін жазбаймын енді. Если честно, 40. Құттай ойлап қалған ше. Тұрып, газ. Не ойлап табамын деп, бүткіл смайликтердің бәрін қарап, не ойлап табамын. Қазір ойланып отырмын да.
еще тағы ойланып отыр ғой үстінен. Ойланып отырмын да, ойланып отырмын. Осын қалай қылсам екен? Қалай қылсам екен? Анель, молодецсің, сен блогерсің, сен мықтысың. Сен лучшийсың, сау. Бәрі жақсы болады. Не жазып жатсың сен? Так, не Просто ердің қасына прыщигім қалай екен болды. Ердің қасында прыщигім қалай? Переснимать еткім келмейді просто. Жақсы. Иә? Иә, жақсы. Болады. Әдемі. Мәка бір сағатта білесіз ба? Бас. Қанша көреді. Все, салды. Болды енді телефонға тиме. Бізде екінші сторис пайда болды, достар. Мен ана осындайдан не алам? Кайфовать етем. Кураж. Сендердің позорларың шыққан сайын мен рахаттанамын десеңші. Жоқ, позор емес. Бұл жерде передачаның миссиясы сіздер қолдан келсе сол нәрсені салу. Салған сайын маған қызық, потому что мен жаңағы подписчигі көп адамдардың реакциясын көргім келеді. Несі? Қазір Мақұл, давайте тез бітірейік шоуды. енді асықпаймыз. Әдейі ма? 2 сағатқа жоқ болып кетейін деп тұр. Кеттік. Мә, қандай көп выбор менде, мама. Ал кеттік. Қалай? Анеля, сен дұрыс таптың. Андай күттай передачалар болады ғой. Біздер балалар не істейміз? Біз 6-ға дейін санаймыз. Яғни Анель 6-дан 3-ге дейін санайды. Систай бізден 1-ден 3-ге дейін санайды. Ал балалар нешеге дейін санадың сен? 6, 5, 4. Сіз? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Молодец. Емес санады ол дұрыс емес. 1, 2, 3 десей? Не? Молодец. Балалар, ендеше тапсырмамен таныс болыңыздар. Так, бізде ең соңғы тапсырма сіз үшін дайындалған. Бұл жолы WhatsApp чатқа байланысты. WhatsApp, Instagram'нан ауысамыз. WhatsApp чат. WhatsApp'та кез келген қазір бәріміз дамыдық, бәріміз ағайын тума группамыз бар. Ағайын тума? Иә, соң мысалы сіздерде қалай аталады? Мысалы бізде өзіміз деп аталады. Біреуде бізде отбасым. family деп аталады. Family. Кім қойды? Кенжібек әулеті. Кенжібек Бізде әулеті. ма? Иә. Family деп кім қойды оны? Өзің қойдың ба? Жоқ, сестренка алмашқан ғой, племянницам. Бәрі бар. Неше адам отырасыздар? Ой, 13. 13 адам отырсыз. Ең жақын жандар ғой. Иә, өзімнің отбасым ғой. Ең нағыз поддержка беретін адамдар. Иә. Любой ситуация қолдайды до конца. Сол группаға жазып жіберу керек болады. Орыс жігітке тұрмысқа шықсам қалай қарайсыздар? Мақұл. Дым не жоқ па? Олар мен безумство ма? Дайынмын жаным дейді. Не, қатты. Жазайын ба, жазбайын ба? Жаза берші, міне қызық болады. Жазғасын Қойшем онды жазбайым. Жазғасын көрсетерсің. Міне дейтін кәдім атылады сияқты. Маған міне қатты қызық кеткен. Онда кімдер бар? Ең жақындардан. 2 ағам бар, мамам бар. Вообще үйде не ма? 2 жеңгем бар. Патриотизмге жаңағыдай. Ой, мен ағаларым не андай қатал, ондайға. Вот солар қызық болсын. Сосын жазып жібереміз да үндемейміз. Не жазу керек? Маған қандай оңай? Жаздым. Болды ма? Кетті ма? Мен достар. Неге сондай оңай тапсырма болып кетті бізде сізге деген? Бітті ма? Бітірді, бәрін бітіріп тастады қыздар. Ештеңеге қарап отыр. Жейтін де жеп, ішетін ішіп, қайсы. Салам, қайсы деп. Смело деймін шем. Орысқа ма? Шығам, давай кеттім да. Не ол, маған 30-дан 40-тан асқан мужиктар керек па? Керек маған деп. Молодцы, қыздар, осымен біздің 1 сағатымыз өте әдемі көңіл күйде өтті деген ойдамын. Өздеріңізге қалай алған әсерлеріңіз? Я негізінде жаңағы бірінші түскен тапсырмалар қиын болды. Дұрыс болды негізінде ананы таңдағанымыз екен. Соңына қарай жеңілдеу болды да, соңғы стористарды салуға мүмкіндік болды. Сізде қандай болды? Басында енді андай сұрақтар болды, күйеу туралы, мақұл туралы. Енді мен өзім ойладым да, просто арты Сосын қалай болады ойладым да, деген маған сияқты. 45-30-дағылар керек қой. О чем вы? Жоқ, сосын айттыңыз ғой, давай деген кейін мақұл жарайды дедім да, хотя Қыздар, бұл шоу, біз ешқандай да сіздердің подписчиктеріңіз арасында ешқандай от салғымыз келмейді. Бұл қойдыңыз ғой уже. Бұл просто қызық болсын дедік, эмоцияларыңызды көргіміз келді. Қалай бәрі өте бізге қатты ұнады. Достар, біз сіздерге де ұнады деген ойдамыз. Сондықтан комментарий, лайк, подписка бәрін жасаңыздар қыздарға. Қыздардан сіздерге бір құттай мотивация болсын до конца баратын. Енді не деймін, дегендеріңізден қайтпаңыздар, бақытты болыңыздар, армандарыңызға барар жол жеңіл болсын. До конца шоуды қараңыздар. Ең бастысы ауырмаңыздар, денсаулық болса бәрі болады, сондықтан да сол бақытты болыңыздар.
жақсы көремін сіздерді. Қайырлысың бетінен сүйдім деп айтсай. Құрметті достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше дейміз. Біздің демеушіміз Жұлдыз шоу той ұйымдастыру орталығына шын жүректен алғыс білдіреміз. Қолдап жатқан жандарға рахмет. Келесі кездескенше. Чао. На этом прекрасной ноте қыздар аяқтаймыз. Рахмет. Ағам жазып жатыр. Түсір, ойбай, түсір. Нағыл дейді ағаң. Давай. Күте тұр біріншісін удалить етіп тастайын. Жоқ, да, удалить етпе. Не дейді? Просто эмоция ғой бірінші. Қараңыз, қойш, анайла, кім сен ақшаға қарамайсың, еврей дейді, чё там, білесің, подписчиктар бұндай. Үлкен ағам жазып жүрді, қумаш деп жазып жүрді. Мына сөзіңнен кейін хит боласың ғой енді дейді. Қойш, анайла. Бізде хитовать етіп кеттік, прикинь, екі жақтан да. Бам, бум, тарс, тұрс. Так, қыздар, ары қарай үйлеріңе барып қарайсыңдар.